Саламатсыңдар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы ағашқа күтім жасаймын. Ағаштар неге ашуланды? Сабақтың мақсаты мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау. Шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне сүйеніп, оқиғаның соңын болжау. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Ағаштар ашулана ма? Осы сұрақ бойынша өз ойларыңды айтып көріңдер. Бүгін біз ағаштар неге ашуланды мәтінімен танысамыз. Қане бірге оқып көрейік. Жадырап көктем туды. Қар қауырт еріді де аз күнде төңірек қарайып құрғап шыға келді. Мектепте көшелерді көгертіп, ағаш отырғызу апталығы басталды. Оқушыларды түгел қызықтырған бұл бастама тек Алмабекке ұнамады. Орман болса тап іргеде тиіп тұр. Көшеге ағаш отырғызып әуреленудің керегі қанша деп ойлады ол. Бірақ жұрт бір кісідей жұмылып кіріскен істен Алмабек шетте қала алмады. Өз сыныптастарымен бірге тоғайға ол да барды. Бірнеше жас тал, терек, қайың әкеліп, басқалардың үлгісімен терезе тұсына тізіп отырғызды. Алмабек осымен істі тындыға санады. Өзгелер отырғызған ағаштарын суарып, түбін қопсытып, мәпелеп күтумен болса, бұл оның бірін де істемеді. Жаз шықты. Көктемде отырғызған ағаштар жапырақтары желкілдеп, бойлап өсе бастады. Солардың арасында Алмабек отырғызған ағаштар ешбір күтім көрмеген соң тамырланып кете алмай, шөжіп, шала жансар жұтап тұрды. Орманнан өздерімен бірге әкеліп отырғызған басқа ағаштардың айнала жамырап, жайнап өсіп келе жатқанын көргенде, қуқыл тартқан ағаштар қапаланып, қайғыға батты. Ертелі кеш самал желмен тербелген ормандағы кешегі еркін өмірлерін аңсап, бір-біріне мұңын шағып жылады. Бұл халде тұра берсек, біраз күнде тамырымыз суалып, құритын шығармыз деп уайым шекті. Бұл қайғылы халді самал жел өзен бойындағы орманға жеткізді. Осындай Алмабек дейтін бала алып барып отырғызған сіздердің туысқан шыбықтарыңыздың халі мүшкіл екен деп ол сыбдырлап бұталарға айтып еді. Ауыздарына сөз тұрмайтын бұталар оны сыбдыр қағып талдарға, талдар қайыңдарға, қайыңдар дереу теректерге жеткізді. Сөйтіп кен алқапты жалпағынан алып жатқан ну орман Алмабектің қылығын түгел естіді. Балалар, бұл әңгіменің авторы Бердібек Соқпақбаев. Сендер Бердібек Соқпақбаев туралы білесіңдер. Бердібек Соқпақбаевтың «Менің атым Қожа», «Балалық шаққа саяхат», «Көйлек мәселесі» тағы басқа көптеген балаларға арналған кітаптары бар. Мына суреттерге сәйкес келетін мәтін бөліктерін табыңдар және әңгімелеңдер. Балалар, сендер Алмабектің қылығына өз көз қарастарыңды білдіріңдер. Сен Алмабектің орнында болсаң не істер едің? Өз ойларыңды айтыңдар. Ағаш туралы суретті мақалдарды бірге оқып көрейік. Адам көркі шүберек, ағаш көркі жапырақ. Бір жылдығын ойлаған халық бидай егеді, 100 жылдығын ойлаған халық ағаш егеді, 1000 жылдығын ойлаған халық саналы ұрпақ тәрбиелейді. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.
табиғатты аялайық.